Қысқасы, мен ауылға бардым. Бұл 6-шы күн болатын. Мен теледидардан өзімнің сүйікті мультигімді көріп жаттым. Мама әдеттегідей дүкенге кетіп қалды. Ал папа болса олай да былай жүрді. Bir кезде папаға біреу хабарласты. Ауылға ма? Барсақ барайық. Папа мені киіндіре бастады. Папа 5 минут киіндірді. Папа 15 минут киіндірді. Папа киіндіре алмай жатты. Папа маманы күтті. Болмағасын мама келіп өзі киіндірді. Осы мама болмаса, мама мені көтеріп алып шықты. Папа такси шартып қойған екен. Біз 1 сағат жүрдік. Біз 2 сағат жүрдік. Ар соңында келдік. Ауылдағы үйге алып кірді. Мені ұйқыға кетіп бара жатқан көзім ашылып кетті. Менің көзім сол үйдің кішкентай балаларына түсіп кетті. Бірақ олармен ойнау әлі ерте. Туысқандар менімен сөйлесе бастады. Папаның қарындасы мені көтерді. Мені төбеге лақтырды. Не екенін білмеймін, бірақ төбеге лақтырса мен қуанамын. Содан соң папаның інісі ұстады. Бірақ ол төбеге лақтырған жоқ. Өкінішті. Болмағасын үйге кірдік. Мен сыртқа киім шешті. Үйде папама мені ұмытып кетті. Папа қайдасың? Жарайды. Ең бастысы жалғыз емеспін. Үлкен көкелер мені көтеріп жүрді. Кезек ойынға келді. Көкелерді мен ойнатайын дедім. Олардың ойлауынша олар мені ойнатып жатыр. Бірақ негізінде керісінше. Мен 10 минут ойнаттым. Мен 30 минут ойнаттым. Ар соңында көке шаршап қалды. Бірақ мен емес. Үлкен адамдар тез шаршап қалады деп ойламаппын. Мен далаға шыққым келді. Ойымда сол даладағы балалар. Ауылдың қандай екенін папа көтеріп көрсетсе ғой. О, папа мені түсінген сияқты. Біз далаға шықтық. Бау-бақша жасыл екен. Түсініксіз бір нәрселер жүр. Олар қозғалады екен. Және де адамға мүлде ұқсамайды. Бірақ олар тірі. Bir кезде папа түсіндірді. Олар тауық деді. Папа оларды қуса, олар бізден қашады ма? Тексеріп көрейік. Біз тауықтарды қудық. Біз 2 минут қудық. Біз 5 минут қудық. Bir кезде менің көзім тағы басқа нәрселерге түсіп кетті. Ол да адамға ұқсамайды. Және де тауыққа да ұқсамайды. Тауық маған мән бермеді, ал бұл маған қарап тұрды. Папа маған ол ит, адамның досы деп түсіндірді. Біз қуыспақ ойнадық. Балаларды қудық, олар бізден қашты. Ойнап болған соң папа өсімдіктерді көрсетті. Жануар әлемінен бөлек өсімдік әлемі бар деп түсіндірді. Папа 1 минут түсіндірді. Папа 3 минут түсіндірді. Bir кезде бау-бақшаға қарап қалсам, ара шағып алды ма? Кәні. Уф дейм, кәні. қысқасы, мен ауылға бардым. Хей досым, әзірге папа ара шағып алған жерді үрлеп жатқан сәтте, сен мені арнама тіркелуді ұмытпа. Ең көп лайк жинаған коммент иесі менен 500 бірлік ұтып алады. Сәттілік. Ал өткен жолғы видеода жеңіске жеткен блогер Айбек Ардасы болатын. Құттықтаймыз.